Обал сауап, ұят дейтін қазақпыз. Ұшталғаннан алған талай сабақ біз. Өсиеттен тым алшақтап кеткеннен, өзге жұртқа қалғандайын мазақ біз. Жүйелейтін болсақ егер обалды, ысырапшыл жаннан олар тоналды. Аяушылық қасиеттен жұрдайдан ұмытқызып қойған шүкір тобанды. Гүлді жұлма, гүл ашылмай соласың. Көкті жұлған наласына қаласың. Обал боларды түйсігіне сіңдіріп, атам қазақ өсірді текпен баласын. Сауап екен қайырымдылық жасасаң, кекшілдіктен тез арада қайталсаң, мұқтаждарға көмектескен пендесі бір Алладан сыйын алған байқасаң. Қарайласу керек жетім жесірге. Менсінбеген душар болар кесірге. Туғаныңа қайырымды бол, парызың. Жарандарым сақтау керек есіңде. Ұят болады, деумен жауып ұятты. Жүрек түбін иман байлы қоятты. Тым өрескел жат әдеттің бағасы, өлімнен де ұят күштірек сияқты. Сақтандырған ұят деген шектеумен, жаман мінез артық тағы кетпеуден, ар ожданын қойған басты орынға тосқауыл ғып, ерсі әрекет етпеуден. Обал, сауап, ұят үштігі моральдың, салт дәстүрдің тыйымдары саналдың. Бабалардың бекіткен дала заңдары мөр басқандай ұрпақтарға таралған.